1994 жыл. Ауылда жұмыс жоқ, жарық өшкен. Нан пісіретін ұн таппаған адамдар кебекті илеп жей бастаған кез. Бұл ауыл аудан орталығынан 40-50 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Қыста қар басқан жолда ашатын техника жоқ. Сондықтан ауыл адамдары қар қалыңдамай тұрып, қыстың басында аудан орталығынан азық-түліктерін тасып алып, көктемге дейін жан бағады. Ауқаттылары атына шана жегіп, керегін ауданнан алдыртып жататын. Сол жылдың күзінде араға аз уақыт салып, бірінен соң бірі ерлі-зайыпты адамдар қайтыс болып, артында улап-шулап 5 қыз жетім қалды. О дүниелік болған ата-аналарының туыстары ақылдаса келіп, қыздарды жетімдер үйіне өткізбек болып, ауданнан автобус шақыртады. 30 жылдан астам совхоздың қойын бағып, адал еңбегімен үлесін қосқан сол ауылдың тұрғыны Тілектес, жетім қыздарды өз қамқорлығыма аламын, деп елдің ішін дүр сілкіндірді. Мұндайды күтпеген ауыл басшысы: сіздің бұл шешіміңіз сауапты іс, бірақ өзіңнің 4 қыз бен 1 ұлың бар, оның үстіне мынау 5 қызды алсаң, қалай асырамақсың? Жұрт өзінің 1-2 баласына азық пен киімді қайдан аларын білмей жүргенде, 10 баланың салмағы ауыр тимей ме? Деп тоқтатпақ болды. Белді бекем болған Тілектестің алған бетінен қайтпайтынына көзі жеткен ауыл басшысы жалғыз өзі шешім қабылдауға шамасы жетпеген соң аудан әкіміне хабарласады. Көп күттірмей аудан әкімі де ауылға келеді. Ол да ары-бері айтып көндіре алмаған соң: олай болса, сіз 1 қызды алыңыз. Біреуін ауыл басшысы, біреуін мектеп басшысы, тағы біреуін аудандық білім бөлімінің басшысы алсын, деп шұбырта жөнеледі. Соңына дейін сабырлық сақтап тыңдап болған Тілектес: 1 қой егіз тапса, шөптің басы айыр шығады. Ауыз жаратқан Құдай оны нәпақасыз қалдырмайды. Асыраушы Алла, ал мен себепкер ғанамын. Жетімдіктің не екендігін мен жақсы білемін. Әкемнен 3 жаста, анамнан 12 жаста айырылып қалдым. Сондықтан бұл балалардың барлығын мен аламын. Бөліп беретіндей сендерге бұлар мал емес, деп сөзін түйді. Келіспеске амалы қалмаған атқамінерлер өз жөндеріне кетті. Ал ауылдың сөз аңдып, өсек теріп, қыңыр сөйлеп қалғандары: байқа Тілектес, ертең тамақ таппай, 10 баламен шұбырып, ел кесіп кетіп жүрме, деп қағытып жатты. 5 қыз жаңа қонысқа жайғасқан соң, 1 ай өтер-өтпес уақыт шамасында бейтаныс бір жігіт ауылға келіп, диірмен сала бастады. Теміржол мен тас жолдардың бойына жайғасқан ауылдарға қарамай, жолсыз жатқан ауылға диірмен салуы талайды таң қалдырды. Десек те, бидайларын үктіріп алуға келіп кететін көліктермен баратын жеріне жетіп алатын мүмкіндікке қол жеткізген ауыл тұрғындары үшін бұл диірмен құтты болды. Диірмен иесі ауылдағы Тілектестің шаңырағында жақында болған оқиғаны ести салысымен сол үйге барды. Естігенін көзбен көрген соң разы болып: сіздің бұл жасағаныңыз үлкен ерлік екен. Ұн жағын уайымдамаңыз. Ай сайын 5 қап ұн және наубайханадан күнде қалағанша нан алып тұрыңыздар. Қарсы болмасаңыз, мен сізді жұмысқа қабылдап, жалақы да төлеп тұрайын, деп аяқ астынан жарылқап тастады. Бір қызығы, әу баста күле қарап, тамақ таппай ел кесіп кетпе, деп мазақ еткендер керісінше осы үйден қолдарына ыдыстарын ұстап ұн сұрап келетін болды. Осыдан соң 6-7 жылдай ауылда тұрған Тілектес балаларын оқыту үшін қалаға көшуге мәжбүр болды. Жетімдерді қанатының астына алғанына 1 ай өтер-өтпес уақытта диірмен ашылып, бұлар ауылдан көшкен соң, сонша уақыттан соң диірмен жабылды. Түсінген адам үшін бұл оқиғада зор хикмет бар. Алла тағала жетім қыздарды ризықтандыру үшін бір құлына диірмен салдырып қойып, оның ісіне береке беріп қойды. Ал осы оқиғадағы Тілектес атты кейіпкер менің марқұм әкем еді. Арман Тілектесұлы, Бердали.